Баршаңызға сәлем достар, Айгүліктің асханасы YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жылдам жасалатын мимоза салатының рецебін ұсынамын. Менің каналыма жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: суға піскен тауық еті, майонез, қайнатылған картоп, жұмыртқа, сәбіз, пияз және тұз қажет. Алдымен картопты үкіштен өткізіп аламыз. Бұл салатты тек мерекелерде ғана емес, таңғы, түскі, кешкі ас есебінде дайындап, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді әрі тойымды салат. Екінші сәбізді үкіштен өткізіп аламыз. Пиязды төрт бұрыштап турап аламыз. Қатты ашты болмас үшін үстіне ыстық су құйып, бірнеше секундтан кейін суды төгіп, суық суға пиязды жуып аламыз. Қатпарлы мимоза жасау үшін кондитер ыдысын пайдаландым. Диаметрі 16. Бірінші картопты салып, оны тегістеп, тұз және майонез сеуіп, тағы да тегістеп, ретімен қажетті дүниелерді салып жинай бастаймыз. Достар, қатпарлы мимоза салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді салат. Сіздермен болған Айгүліктің асханасы.